Сәлем, біз бүгін атомдар мен молекулалар, жай және күрделі заттар туралы тақырыпты қарастырамыз. Жалпы атомның не екенімен танысайық. Атом грек тілінен аударғанда бөлінбейтін деген мағынаны білдіреді. Атом дегеніміз элементтердің жалпы химиялық қасиеттерін сақтайтын ең кіші бөлшегі. Атомдардың ашылу тарихына келейік. Бірінші Демокрит. Демокриттің ойынша барлық заттар өте ұсақ бөлінбейтін бөлшектерден, яғни атомдардан тұрады деді. Оның ойынша бір заттың екінші заттан айырмашылығы оларды түзетін атомдардың санына, оның түріне, олардың атомдардың орналасуына байланысты болады деп тұжырымдама ұсынды. Келесі Томсон. Томсон атом бөлінбейтін бөлшек деген тұжырымдамаға сәл өзгерістер енгізді. Ол атомның сыртында теріс зарядталған бөлшектің бар екенін өз тәжірибесінде анықтады. Осы бөлшекті анықтағаны үшін оған 1906 жылы Нобель сыйлығы берілген болатын. Келесі бізде Резерфорд. Резерфорд Жаңа Зеландияның физигі, ол Томсонның шәкірті болған. 1908 жылы ол Нобель сыйлығына ие болды. Оның ойынша атомдарда электроннан басқа ядроның болатынын ол анықтап және тәжірибе жүзінде оны дәлелдеді. Келесі Нилс Бор. Ол дат физигі. Ол Резерфордтың тұжырымдамасын жаңалады. Оның ойынша атомда айнала қозғалатын электрондар спираль тәрізді қозғалады деді. Және сол қозғалысты планетарлық модель деп атады. Келесі бізде Эрвин Шредингер. Оның ойынша ядроны айнала қозғалатын электрондар бұлт түзе немесе орбита бойымен айнала қозғалады деді. Бұл атомның үлкейтіп көрсетілген көрінісі. Жалпы атом көзге көрінбейтін өте ұсақ бөлшек. Атом ядродан тұрады. Ал ядро протон мен нейтроннан тұрады. Протон оң зарядты бөлшек. Ал нейтрон зарядсыз бөлшек. Бұлар бір-бірімен өте тығыз байланысқан. Ал теріс зарядталған электрон ядроны айналып қозғалады. Молекула ұғымы ғылымда 1860 жылы енгізілген, ал тәжірибе жүзінде 1906 жылы оны француз ғалымы Жан Перрон Браунды қозғалысты зерттеу кезінде дәлелдеген болатын. Жай заттар дегеніміз ол бір химиялық элемент атомдарынан түзілген заттар. Яғни жай зат химиялық элементтердің бос күйдегі түрі. Ал сол элементтер бірігетін болса бір-бірімен, онда бізде күрделі заттар пайда болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліңіздер, видеоларға лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.